Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен сметана мен блинчик жасайтын боламыз. Кез келген дүкенде сатылатын 20-25% сметана жарай береді. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа, өте жұмсақ, дәмі де өте керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Видео рецепті соңына дейін көріңіздер. Барлығы түсінікті көрсетілген. Ал енді бізге 250 грамм сметана керек. Және 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 ас қасық құмшекерімізді саламыз. Жарты шай қасық содамыз бен шымшым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді 1 стакан ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымызды толық салып, жақсылап араластырып болғаннан кейін 30 грамм сұйық майымызды құямыз. Барлық керек заттарды дәл видеодағыдай жасаңыздар. Ал енді дайын болған қою массамызға аз-аздан 1 стакан кипятогымызды құйып отырамыз. Бірден құюға болмайды. Ыстық суды құйғаннан кейін тездетіп араластырып отыруымыз керек. Осымен біздің сұйық массамыз дайын болды. Ал енді пісіруге кірісеміз. Блиницамызды алдын ала майлап аламыз. Бір рет майлап алсаңыздар, соңына дейін майлаудың қажеті жоқ. Құймақты дәл осы рецептпен жасаған өзіме де қатты ұнайды. Жұмсақ, жұқа болып шығады. Дәмі де өте керемет болады. Егер де менің видео рецепттерім ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Баршаңызға ас болсын.